Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте керемет, өте оңай мини пирожныйлардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирожныйлар дастарханыңыздың көркі болып, қонақтарыңыздың аузынан кетпейтін өте дәмді пирожный. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен жұмыртқаларымыздың ағының сарысынан бөліп аламыз және ағына құмшекеріміздің жарты ғана бөлігін салып, миксерменен әппақ пышный болып, өзінің формасын ұстап тұрғанынша миксерлейміз. Достар, жұмыртқамыздың сарыуызы ақуызымызға түсіп кетпеуін қадағалаймыз, немесе ақуызымыз әппақ пышный болып көтерілмей қалады. Қалған сары бөлігіне құмшекерімізді салып, барлығын осылай әппақ болғанша миксерлеп аламыз. Одан соң жұмыртқамыздың ағына сарымызды қосып, бір бағытта ғана лопаткамен қозғаймыз. Және достар, ұнымызға разрыхтелімізді салып, міндетті түрде ситадан өткізіп, бір бағытта араластырамыз. Екі бөлікке бөліп саламыз ұнымызды. Бірден салуға болмайды. Бізде осындай қамыр пайда болуы қажет. Енді пергамент қағазымызға дайын болған қамырымызды салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Міндетті түрде қызып тұрған пешімізде 15 минутқа 180-200 градуста пісіріп аламыз. Келесі біз кремін дайындаймыз. 150 грамм сливкимізге құмшекерімізді салып, миксерлеп аламыз. Құмшекеріміз ергенінше және оның үстіне творожный сырымызды салып, бір келкі масса болғанша, креміміз дайын болғанша миксерлейміз. Бізде креміміз дайын болып шықты. Және біздің коржымыз да пісіп шықты. Осылай зубочистканы тығып көрсеңіздер болады. Келесі бетіне аударып, пергамент қағазымызды шешіп аламыз. Және пирожныйларымыз бірдей болуы үшін линейкамызбен осылай бірдей етіп дайындап аламыз. Бірдей етіп кесіп шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша үлкен немесе кіші етіп жасасаңыздар болады. Мен бүгін 5 сантиметрден жасадым. Менің коржым бүгін 35 ені және ұзындығы 35 сантиметр. Мен сол себепті 5 сантиметр қылып жасайын деп жатырмын. Және осылай кесіп алғаннан соң үстіне кремімізді жағып шығамыз. Және оның үстіне коржымызды орналастырамыз. Келесі коржымызды қойып, кремді дәл видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Және бір келкі етіп текстеп шығамыз. Оның үстінен коржымызды қойып аламыз. Келесі бір ғана бөлігі қалды, оны осылай бір-бірінің үстіне қойып, кішкене етіп кесеңіздер болады. Достар, енді барлығын бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оформлениесін жасасаңыздар болады, достар. Мен бүгін осылай жаңағы креміміздің артық бөлігін осылай бетіне жағып шықтым. Және бетіне шоколадпен әсемдейтін боламын. Келесі бөлігіне шоколад құйып шығамын. Және осылай шоколадпен әдемелеп, әсемдеп шығамыз. Келесі бөлігін тек шоколадпен әсемдеп шықтым. Және үйлеріңізде осындай шоколад бар шығар. Дәл осындай шоколадпен әсемдеп шығамыз. Жарты бөлігіне кокосовый стружканы сеуіп әсемдеп шықтым, достар. Және осылай әртүрлі кондитерский посыпкаларды сеуіп әдемі етіп жасасаңыздар болады. Достар, осымен біздің дастарханымыздың көркі болатын өте дәмді, дәмі аузыңыздан кетпейтін пирожныйларымыз дайын.
сиздер де жасап көрүңүздөр, барлыктарыңызга ас болсун. Және менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.